Сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей доллар кезет арнасы. Бүгін мен сіздерге Стив Сиболттың «Байлар қалай ойлайды» атты кітабынан мен сіздерге қажеті болар деген ниетпен ең негізгі ойларын қысқа әрі нұсқа қылып айтып беремін. Ерекше бай адамдар басқаларға қарағанда басқаша ойлайды. Байлар қалай ойлайды? Стив Сиболт. Байлар өзімшілдікті артықшылыққа санайды. Қарапайым адамдар әлемді құтқарғысы келіп, өткелден өзгелерді бірінші өткізгілері келіп тұрады. Ақырында сол қылықтары бай болуға мүмкіндік бермейді. Ал байлар болжаммен алғанда алдымен өзіме көмектесіп алмай, өзгелерге көмектесе алмаймын деген қағидамен өмір сүріп келеді. Байлар қозғалыс ойларға ие. Лотерия билетінің қатарында тұрған бай адамды көре алмасыңыз анық. Ал қарапайым адамдар өздерінің байып кетулеріне өзгелердің көмектесетінін қалайды. Мәселен, лотерия жұбайы, досы немесе мемлекет дегендей және кедей болып қала бермекші. Керісінше байлар нақтылы қадамдарға бой ұрып, нақтылы істерге шешімді уақытында жұмсайды. Байлар нақты білім алуға тырысады. Қарапайым адамның сенімі бойынша байлықтың бастау көзі диплом мен диссертацияда жатыр. Ал байлар болса, іс барысында түйген танымдарын саудаға салу арқылы ақша табуға дағдыланған. Байлардың арманы болашақ туралы. Бай адамдар бір іспен соның шешіміне бар уақыттарын жұмсауға дайын. Ал қарапайым адамдар өткен күннің әлегінде жүріп, көбіне депрессиядан шыға алмай қалып жатады. Байлар ақшаны логикалық тұрғыда ойлайды. Орта көлемде жақсы білім алған адам ақша туралы эмоционалды ойлап, немесе жақсы өмір салтын армандау арқылы ақырында құрулы қақпанға түсіп қалуы мүмкін. Бай адамдар ақшаға логикалық тұрғыда қарап үйренген. Олар ақшаны аспап көзі ретінде қарастырып, арнайы толқынды мүмкіндіктерді ашуға кепілдік алады. Байлар өз қызықтарының артынан еріп отырады. Опра Уинфри бір сөзінде тілек қалауының артынан жүріп, және жақсы көрген нәрсені ғана жасау керек деп айтқан болатын. Бай адамдардың өздерінің сүйіспеншілік сыйлайтын істермен ғана айналысып өмір сүрулеріне ақша табады. Ал қарапайым адамдар өздеріне ұнамаған іспен айналысу арқылы қаржы таппақ. Байлар ешқашан тоқтап қалмайды. Қарапайым адамдар түнілістерден қашу үшін көбіне орта жолды күткенді жөн көреді. Ал бай адамдар керісінше өмірден көп нәрсе күтіп және өздерінің керемет мақсаттарын орындауға асығып талпынады. Байлар өздері болып қалғысы келеді. Қарапайым адамдар бір нәрсе істеу үшін тез арада бай болып жақсы жетістік керек деп сенеді. Ал байлар болса, өрістеу жолында өз күштеріне сенімділік танытып, әр жолғы қателіктерінен сабақ алып отырады. Байлар өзгелердің ақшасынан пайда табады. Қарапайым адамдар ақша табу көзін өз ақшаларын көбейтумен ғана ойластырып жүрсе, байлар жағы өзгелердің ақшасын пайдалану арқылы пайда табуға әрекеттенген. Қарапайым өмір сүретін байлар айтар ойдың ойға симасы анық, бірақ шын мәнінде бай адамдар байлық көзі мүмкіндіктен аспай ақша жарату деп ойлайды. Ал қарапайым адамдар қолжетімді мүмкіндіктен асып, көбіне қарыз үстіне қарыз жамап жүреді. Байлар өз балаларын бай болуға үйретеді. Қарапайым адамдар өз балаларын өмір сүруге үйретсе, керісінше байлар балаларын ерте жасан-ақ бай болуға, әлемді жоқшылық пен баршылық деп екіге бөлуге тәрбиелейді. Байлар ақша үшін уайымдамайды. Қарапайым адамдар көп жағдайда ақша жетпеу салдарынан стресске ұшырап жатады. Байлар жағы керісінше байлықтың тыныштық тауып, бәрін ақша шешеді деп қорқып жатпайды. Өз кезегінде осы ойлар үшін де табыс көздерін еселеп жатады. Қарапайым адамдар ақшаға мәңгілік күрес және айтып келмес жамандық деп қарап,
өмір бойы шыдас беруге бекінген. Байлар өз уақыттарын қызық қуғаннан гөрі білім алуға жұмсайды. Қарапайым адамдарда бәрі басқаша. Мектеп пен институтты тәмамдаған соң білім жетілдірудің орнына роман оқып, журнал ақтарып, қызық қуып кетеді. Байлар сыбайлас іздейді. Күнделікті өмірде қарапайым адамдар байларға теріс көзбен қарап, жақтырмай жатады. Байлар жағда көрсе құзарлық адамдармен қарым-қатынас жасаудан қашпайды. Байлар табыс көзін табуға дағдыланған. Көбіне қарапайым адамдар ақша жинаймын деп жүріп, көп мүмкіндіктерді зая кетіріп алып жатады. Байлар керісінше бәріне толық есеп беріп, үлкен ақша табуға мүмкіндік ашады. Достар, байлардың ойлау жүйесі сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Сіздер де байлар сияқты ойланыңыздар. Видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетіп қойыңыздар. Сіздермен бірге болған Доллар KZ арнасы. Әр қазақ бай, қуатты болсын. Келесі кездескенше.